Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай және тез дайындалатын сыроктың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік бастайық. Бізге сүзбе, яғни творог, қант ұнтағы және сапасы жоғары сары май қажет. Барлық ингредиентті жеке ыдысқа салып, блендердің көмегімен бір келкі масса болғанша жақсылап блендерлеп аламыз. Менде 9%-дық сүзбе, сіздер 5%-дықты пайдалансаңыздар да болады. Жалпы негізі сырокқа сүзбенің қағаздағы оралған түрін пайдаланса өте жақсы болып келеді. Мен енді барын пайдаландым. Мінекей біздің сүзбеміз дайын болды. Енді осы дайын болған сүзбемізді кондитерлік қалташаға, яғни қапшыққа салып аламыз. Дайын болған массамызды енді формаларымызға салып қатырып жіберсек болады. Бірақ бүгін мен сіздерге екі түрлі салмасымен көрсететін боламын, және менде арнайы формасы жоқ, сондықтан осындай шоколад дайындайтын формаға салып шықтым. Массамызды толтырмай салып шығамыз, одан кейін салмасын саламыз. Салмасын салмас бұрын ортасын қасықпен ашып, содан кейін барып салмамызды саламыз. Яғни жаңа жоғарыда айтып өткендей екі түрлі салма дайындадым. Яғни біреуі карамель, екіншісі манго маракуйя. Екеуінің де рецептісін мен астына жазып қалдырамын, және карамельдің рецептісі менің YouTube каналымда бар, оның ссылкасын қалдырамын. Мінекей осылай карамельдеріміз салып шыққаннан кейін қайтадан бетін сыроктың массасымен осылай жауып шығамыз. Бетін қайтадан сыроктың массасымен жауып шыққаннан кейін кондитерлік шпательдің көмегімен осылай бетін тегістеп шығамыз. Артық массамызды алып тастаймыз. Сыроктарымыздың бетін тегістеп алғаннан кейін пищевой пленкамен жауып, мұздатқышқа 3-4 сағатқа қатыруға жібереміз. Енді мен сіздерге келесі түрін көрсетейін. Оны мен эскимоның формасына дайындадым. Дәл жоғарғыдағыдай сырок массамызды орташа етіп салып алып, ортасын ашып, салмамызды салып шығамыз. Бұл жерде салмасын мен манго маракуйядан жасадым. Алдын ала дайындап, қатырып алып, содан кейін ортасына салып шықтым. Енді біздің сыроктарымыз қатқанша біз глазур дайындаймыз. Ол үшін мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Шоколадты алдын ала ерітіп, ішіне иісі жоқ өсімдік майын қосамыз. Осымен біздің глазурымыз дайын болды. Аузы кең ыдысқа құйып аламыз және сыроктарымызды матырып аламыз. Мінекей біздің сыроктарымыз қатты, формамыздан босатып, шпажканың көмегімен түйреп алып, дайын болған шоколадты глазурымызға матырып аламыз. Сыроктарымызды шоколадқа матырып алғаннан кейін артық шоколады аққанша ұстай тұрамыз. Одан кейін оны пергамент қағазының үстіне қоямыз. Біздің сыроктарымыз қатып тұрғандықтан шоколад бірден қатып шыға келеді. Осылайша барлық сыроктарымызды шоколадқа матырып алып, пергаменттің үстіне тізіп қойып шығамыз. Глазурдан қалған шоколадпен осылайша сыроктарымыздың бетін әдемілеп алсақ болады. Енді сыроктарымыз қатып тұрғандықтан оны бірден жеу мүмкін емес, сондықтан тоңазытқышқа салып, әбден жібігенін тосамыз. Осылайша біздің сыроктарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.